Міне алдарыңызда домбыраны үйренудің ең оңай әдісі міне мектепте сағыныш әні. Мысалы былай үйренеміз. Мына нольді домбыраның үстіңгі шегінен басамыз. Астында сан жоқ, астынан еш нәрсе баспаймыз. Қағыс төменге, тау сияқты белгі. Со деп буынын айтамыз. Сосын нау, қағыс жоғарған. Со, нау, жыл, 0 мен 3 төменге тартамыз. Жыл деп айтамыз. Сонау жыл. Астынан 3-ші пернені басамыз. Төменге қағыс. Сонда мына 2 сан 1 қағыс болып есептеледі. Сонау жыл. Мына жерде 5 пен 3. Үстінен 5-ші перне, астынан 3-ші перне. Күз, қағыс жоғарғы. Сонау жыл күзде. Мына жерде 5 пен 7. Астынан 7, қағыс төменге. Күзде, кеудеге. Міне. Сандарды санап табамыз сонда. Өте ыңғайлы. 5 пен 5, 5 пен 3. Мынау төменге, мынау жоғарыға деген сөз, яғни тартатын қағысы. 5 болса 5-ті тауып аламыз пернеден домбыраның. 3 болса 3-ті. Қалғандарында дәл солай таба береміз міне. Неге әні бар. Ақ көңілді арманым. 0 болса ешқандай пернені баспаймыз. Мынау да дәл солай табамыз. Міне арнайы түсіндірмесі жазылған, барлығы ыңғайлы. Ешқандай қиындық жоқ. Енді осы әдісті үйренем десеңіздер, мына әндерді ала аласыздар. Электронды нұсқада жіберіледі WhatsApp-тан. Тиімді бағада. Армандастар, құрдастар әні міне. Біз ауылдың түлеп ұшқан жастары едік деп басталады. 0 болса ешқандай пернені баспаймыз, дәл жаңағы әдіспен тартамыз. Жақсы адамдарым әні. Проблема жоқ әні Қуантар Ақыннан. Құттықтаймын мама әні бар. Бол жанымда әні бар. Домбыраны бір күнде үйренудің әдісі, яғни осы әдіс арқылы бір күнде домбыраны үйреніп кете аласыздар. Өйткені бұл оңай. Сандарды санап табасыз ғой тек. 0 болса баспайсыз. 2 болса астынан 2-ші пернені басасыз. Астында сөзі дайын, қағысы дайын тұр. Мына 2 сан сонда 1 қағыс болып есептеледі. Міне көрдіңіздер ма? Өте ыңғайлы үйренуге. Ал осы әдісті алып алыңыздар, домбыра үйреніңіздер. Домбыра үйрену деген, домбыра тарту деген өте бір пайдалы іс. Міне өздеріңізге пайдалы болмақ. Ал жақсы.